Әбіш Кекілбайұлы бір шөкім бұлт. Анау бір жылдары маңдайымыздан сипаған мейірбан жеңгелер. Мұны сіздерге еншіледім. Әлі күнге көңілімнің бір түкпірінен сығалап тұрған жадау иін, жыртық өкпе болсаң да, айрықша аяулы балалық шағым. Бұл саған ескерткіш. Осы бір қызын көргенде таусылады да отырады. Қайдағы бір қапас сезімге толдырып. Апырай, мұны қасірет торлаудай-ақ торлапты-ау. Әй, қол шешек шыққырлар сен! Қол шешек шыққырлар. Көрші әйел шар ете қалды. Ақ қаймақта селк ете түсті. Ойы үзіліп кетті. Не болды сонша қарғанып? Дейді. Үйдің желкесіндегі арқан ширатып отқан әйелдер. Әй, сен бұл қол шешек шыққырлардай. Бұл қайдағыны шақырып басымды жуып отырсам, баж-баж етеді. Сен фашист, мен қызыл, мен жеңем. Жоқ, сен фашист, мен жеңем, мен қызыл дейді. Бұлар кімді қырмақшы? Әй, сендер қалып едіңдер енді, бастарыңды. Әй, келін, қайдағыға тілдері әуес болады. Қол бәрін, дейді анау бұлақтан су әкеле жатқан теңге кемпір. Есіктен арқасына оқ арқалаған қара бала сып беріп үйге кірді. Шаң-шаң болып, көкең келсін, бәлем, бетіңді жуайын. Кекілі желбіреген қара бала әділ, қаспақ-қаспақ танауын сүрткенде, тыжырана кіржейіп, ақ қаймақтың бауырына тығылды. Оның су беті омырауын жылытып жүре берді. Дөңнің басы құрғақ еді. Ойда кешелі бұрын жауын болыпты. Күшті қара нөсер болғандай. Аспаннан да бұлттардың шеттеп, шөкім-шөкім бұлттар ыдырағаны енді көрініп тұр. Алдындағы 4-5 үйлі ауылдың төбесіндегі көлеңке бері жақындап жылжып келеді. Ақ қаймақтың көзі шеттегі үйде. Көлеңкедегі 4-5 баланың жанында тайбағар отыр. Әлгінде ғана көлеңке бұған да жетті. Айнала ап-ашық. Тек оның ғана басында бір шөкім